1226 есеп жерді қоршаған атмосфераның ең төменгі қабаты тропосферада барлық ауаның 0,8-і шоғырланған, яғни мына аймақта. Жер атмосферасындағы барлық ауаның неше проценті тропосферадан жоғары қабатында шоғырланған, яғни қаншасы мына жақта шоғырланғанын тап дейді. Енді жалпы 0,8 бөлігі дегенді біз санды пайызға айналдыру үшін оны 100%-ға көбейтеміз. Сонда шығады 80%. Яғни 80%-і мына тропосферада орналасқан ауа. Қалғаны жоғары жағында деген сөз. Бізде толық жаңағы пайыз ол 100 ғой. 100-ден қалған 80%-ді азайтып тастаймыз. Сонда 20% екен. Сонда 20% жоғары орналасқан. Мың 227 есеп пропорцияның белгісіз мүшесін табыңдар. Бірінші бөлшек 48-ден x тең болады 6-дан 5-ке. Пропорцияның белгісіз мүшесін табу үшін екі белгілі бұрышты көбейтіп, белгісіздің бұрышына бөлеміз 6-ға. Бұл жерде 48 мен 6-ны 6-ға қысқартуға болады. Бір мұнда 8 қалады, сонда 8 бесім 40, яғни x-тің мәні 40-қа тең екен. Келесі екінші. Мұнда 28 бөлімі x тең болады 9-дан 4-ке. X-ті табу үшін екі белгілі бұрышты көбейтіп, бөлеміз белгісіздің бұрышына. 4-ке қысқартам, бір мұнда 7 қалады, сонда 7 9-ым 63-ке тең екен. Келесі үшінші 15-тен 8 тең болады x-тен 12. X-ті табу үшін белгілі екі бұрышты көбейтіп, белгісіздің бұрышына бөлеміз. Бұл жерде 4-ке қысқартуға болады. Мұнда 2, мұнда 3 қалады. Енді басқа қысқармайды, ондай болса есептеп жазам. X тең болады 15-ті 3-ке көбейтсем 45 бөлемін 2-ке. Енді бұл жерде жай бөлшек түрінде қалдыруға болады, немесе 45-ті 2-ке бөлсем 22 бүтін 2-ден 1 деп жазуға болады, немесе 10-нан 5 деп жазуға болады. Төртінші 20-дан 9 тең болады 16-дан x. X-ті табу үшін белгілі бұрышты көбейтіп, бөлеміз белгісіздің бұрышына. 4-ке қысқартуға болады, 4 мұнда 5 қалады. Сонда x тең болады 9 4 36, оны 5-ке бөлеміз. Сонда x тең болады 36-ны 5-ке бөлсем 7, 1 қалдық. Ойдан 0 берем, оның ішінде 5 2. 7 бүтін оннан 2-ке тең болады екен. Ары қарай 5-шісі жасалайық. 42-ден x тең болады 12-ден 7. X-ті табу үшін белгілі бұрышты көбейтіп, белгісіздің бұрышына бөлеміз. Мұнда 4-ке, жоқ 42 6-ға бөлінеді, мынау 6-ға қысқартсам болады, 2 мұнда 7 қалады. Сонда x тең болады 7 7 49, оны 2-ке бөлемін. 49-ды 2-ке бөлсем 4-тің ішінде 2 рет, 9-дың ішінде 4 рет 1 қалдық, оның ішінде 5. 24 бүтін оннан 5 шығады екен. Және соңғы 6-шы, мұнда 16-дан 9 тең болады 24-ден x. X тең болады 2 белгілі бұрышты көбейтем, 9 пен 24-ті бөлемін белгісіздің бұрышына. 3-ке қысқарт. 8-ге қысқартуға болады, мұнда 3, мұнда 2 қалады. Сонда x тең болады 9 3-ке көбейтсем 27, бөлімі 2. Сонда x тең болады 27-ні 2-ке бөлсем 10, 3 бүтін оннан 5 болады екен. Сандықтан түсіре салайын. 1228 есеп сандар қатарының медианасын тап дейді.
бірінші қатар 9-дан 1, 3-тен 2, 6-дан 5, 12-ден 7, 4-тен 3 берілген. Медианасын табу үшін бізде сандар не өсу ретімен, не кему ретімен орналасу керек. Оны бүйтіп орналастыру үшін мұнда бөлімдері де, алымдары да әртүрлі. Сондықтан ортақ бөлімге келтіріп аламыз. Ең үлкен бұл жерде 12, 12-ге 9 келе бермейді. Сондықтан 12-ден кейін 24 те келмейді. 3-ке еселеп көрем 36. 36 барлығына бөлінеді. Онда 36-ға келтірем. Мынаған 4-тен берем, мынаған 12-тен берем, мынаған 6-дан, онда 3-тен, онда 9-дан берем. Сонда бұл сан қатары бізде өзгереді. 36-дан 4, одан кейін 36-дан 24, 36-дан 30, 36-дан 21 және 36-дан 27. Енді өсу ретімен орналастырып алайық. Ең кішісі бұл жерде 4 алымы. Сонда 36-дан 4, одан кейін 36-дан 4-тен кейін 21. Өсу ретімен деп көрсетілсе, 36-дан 21-тен кейін 24, одан кейін 27 және 36-дан 30. Медианасы дегеніміз сан қатарының қақ ортасында тұрған сан. Сонда медиана тең болады 36-дан 24. 36-дан 24 дегенім ол менде екінші бөлшек, яғни 3-тен 2 болады. Келесі екіншісінде 18-ден 5, 6-дан 1, 15-ден 2, 30-дан 7, 3-тен 1. Ортақ бөлім бұл жерде 30-ға 18 бөлінбейді, ең үлкен. 30-дың келесі еселігі ол 60, 60-ға мынау тағы бөлінбейді. Сондықтан 60-тан кейін 90, 90-ға бөлінеді, 5-тен береміз, сонда 90-ға қалған барлығы бөлінеді. Онда 90-ға келтірем, мынаған 5-тен, мұнда 15-тен береміз, мынаған 90 болу үшін 6-дан береміз, мынаған 3-тен, мұнда 30-тан береміз. Сонда жазамыз, сан қатары өзгереді. 90-нан 25, 90-нан 15, 90-нан 12, 90-нан 21 және 90-нан 30. Енді өсу ретімен жазып шығайық. Ең кішісі бұл жерде 90-нан 12, бірінші 90-нан 12 болады. Одан кейін 90-нан 15, 90-нан 21, 90-нан 25 және 90-нан 30. Медианасы қақ ортасында тұрған сан. 5 сан болғандықтан оның тура ортасы табылады. Ол бізде мына 90-нан 21. 90-нан 21 дегенім міне 4-ші тұрған сан, ол міне мынаған тең екен. Сонда 30-дан 7 болады медианасы.